Өлкенің мәдени саласының қарыштап дамуына айрықша үлес қосып, классикалық туындыларды шебер орындау арқылы облыс тұрғындарының құлақ құрышын қандырып жүрген Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрінің құрылғанына биыл тура 10 жыл. Осыған орай жуырда ғана ел игілігіне берілген Атамекен өнер ордасында оркестрдің есеп беру концерті өтті. Карантиннен кейінгі алғашқы классика кеші көпшіліктің көңілін желпінтіп, ерекше рухани демалыс сыйлады. Әннің де естісі бар, есері бар, тыңдаушының құлағын кесері бар деген Данышпан Абайдың нақылы заман өзгерсе де мағынасын жоймады. Есті әндердің қатарына классикалық туындыларды жатқызсақ ағаттық емес. Осындай саф өнермен өлке тұрғындарын 10 жылдан бері сусындатып келе жатқан Батыс Қазақстан облыстық камералық оркестрі халықтың ықыласына бөленген ұжым. Олар мемлекетімізден бөлек халықаралық ареналарда өнер көрсетіп, ұлттық өнерімізді шет мемлекеттерге таныстырды. Ал 10 жылдық мерейтойға орайластырылған концерт ұжымның карантиннен кейін көрерменмен ең алғаш рет жүзбе-жүз жолығуы. Өнер ұжымының мерейлі датаға орай ұйымдастырылған кешінде облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов оркестр мүшелерін құттықтап ізгі лебізін жеткізді. Бүгін заманның заңғар композиторларының әуендерін сіздер осы керемет біздің кеше ғана ашылған Атамекен өнер ордасында тыңдап, бір рухани азыққа тоясыздар деген сенімдемін. Бүгін міне Атамекен өнер ордасы өзінің алғашқы концерттерінің бірін беріп отыр. Соның ішінде біздің өнеріміздің, Ақжайық елінің мақтанышы, мәдениеттің мақтанышы камералық оркестрдің мерейтойында бас қосып отырмыз. Осы камералық оркестрдегі жылдар бойы үн қосып келе жатқан біздің руханиятымызға ерекше өзінің үнін қосып келе жатқан барша біздің музыка саласының өкілдеріне, дирижеріне, барша әртістеріне зор алғысымызды білдіреміз. Классикалық кеште өнер көрсету үшін өңірде туып өсіп, бүгінде еліміздің түкпір-түкпірінде жемісті еңбек етіп жүрген белгілі өнерпаздар арнайы келді. Туған елден шақырту түссе, құстай ұшып жетемін деген Қазақстан Республикасы еңбек сіңірген қайраткері Дина Хамзинаға бұл ұжым бөтен емес. Бұған дейін бір сахнада өнер көрсетіп, ерекше әсер алыпты. Бұл оркестрменен мен ән айтқанмын. Бір концертпенен осындай программа, бағдарлама болған. Менің айтқым келетіні сондай бір сондай сезімтал, себебі мына бас дирижері, жетекшісі Асхат Мақсотұлының сондай бір өзінің ерекше бір подачасы бар. Сол сезіледі оркестрде. Өте мәдениеті жоғары сондай оркестр. Көптеген республикалық және халықаралық байқаудың лауреаты Фархат Кубиевтің де елге деген сағынышы ерекше. Ол жуырда туған өлкеге әдемі ән кешін тарту етпек. Мен осыдан 5 жыл бұрын 2016 жылы Дәулеткер атындағы қазақ оркестрімен концерт берген болатын. Драма театры, қазақ драма театрында. Енді 5 жыл уақыт өтті. Биыл, я болмаса келесі жылдың басында Алла қаласа тағы да есеп беру концерт беру жоспарда бар. Кеш барысында Батыс Қазақстандық өнерпаздармен қатар Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің домбыра тенор артисі Ақылбек Бектасов, Қызылорда облыстық филармониясының солисі Анара Жаңбырбаева оркестрдің сүйемелдеуімен өнер көрсетті. Еліміздің әр түкпірінен белгілі өнерпаздарды мерейтойлық концертке қатыстыру үшін оркестр ұжымы жыл бойы тынбастан еңбектеніпті. Осы жылы бірқатар өнер ұжымдарымен меморандумға қол қойып, соның арқасында мінекей көріп отырсыздар, еліміздің мақтанышы, үлкен деген жұлдыздарымыз келіп жатыр. Дина Хамзина өзіңіз көргендей, Фархат Кубиев, Ақылбек Бектасов, Анар Жаңбырбаева. Яғни Алматы қаласы, Нұрсұлтан қаласы, Қызылорда қаласынан келген қонақтарымыз. Алдағы уақытта ынтымақтастығымыз әрі қарай жалғаса береді. Алла осы Алматы қаласында, Нұрсұлтан қаласында, басқа да үлкен қалаларда концерт береміз деген жоспарымыз бар. Камералық оркестр жиылған жұртшылыққа қазақтың халық әндері мен күмбір күйлерінен бастап Моцарт, Вивальди секілді музыка алыптарының классикалық туындыларын тарту етті. Жанды тербетер, жағымды әуендер үлкен кішінің бірдей көңілінен шыққан. Концерт ұнады. Жерлесіміз ордалық композитордың құрған оркестрінің орындауында болған бәрі де ұнады. Әсіресе қала орталығында салынған мынау зәулім сарайымыз халықтың 2 жылдан бері басылған көңірін көтергендей болды. Рахмет көп. Мені мұнда анам алып келді. Бұл жер маған өте ұнады.
Концерт тағы да болса, біз үнемі келеміз. Облыстық камералық оркестр карантиннен кейінгі алғашқы концертті аяқсыз қалдырмақ емес. Олар ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына керемет тарту дайындауда. Сонымен қатар оркестр солисі Эльмира Усаеваның жеке шығармашылық кешін өткізуді де жоспарлап қойған. Аяужан Кереева, Алтынбек Тыншқалиев, Алтынбек Қабделов, Ақжайық телеарнасы.